Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының бас менеджері мен Кекбаев Жақсылық және бүгін бізде Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру бойынша сіздерді таныстыратын болады. Ендеше сөз Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығының төрағасы Исламбек Тастанұлына беріледі. Исламбек Тастанұлы, сөз өзіңізде. Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, грант беруші. Енді бісмілләсін осы үшінші конкурсын, бісмілләсін, фатихасын, беташарын маған бұйырыпты осы презентация өткізуіне. Енді өзіме және басқа да әріптестеріме және грант берушілерге осы жобаларды аман есен, абыроймен атқарып шығуға бәрімізге нәсіп етсін. Енді демонстрацияны мен бастайын. Міне біздің тақырып бастайтын жобамыз ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру. Грант сомасы 19.498.000 теңге. Жобаның мақсаты Қазақстан халқының сабақтастығына, мәдениетін, ана тілін, ұлттық дәстүрлерін сақтауға және дамытуға, дәстүрлер жаңғыртуға, дамыту проблемасына, ұлттық мәдени бірегейлікті сақтауға, сондай-ақ жастарды өз халқының мәдениетіне, халық шығармасына тартуға жәрдемдесу. Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже: халықты мәдени шаралар, қазақ тілінің дамуына туралы хабардар ету, жастар арасында кемінде 20.000 адамды қамту, мәдениет саласында кемінде 1.000 жас дарынға өз шыққан тегін ұлттық дерек көзін білетін шығармашыл адамға қолдау көрсету, жастарды қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін жаңғырту процесіне тарту, кемінде 20.000 адамды қамту. Қазақстандық жастар арасында ұлттық салт дәстүрлерді, әдет-ғұрыпты және қазақ тілін насихаттау. Жобаны іске асыру кезеңінде жетістікке жеткен жастар тарихын көптеген портфолиосын құру, кемінде 50 адам. Білім беру жүйесіне жұмыс істеу үшін мектептерде, орта арнаулы оқу орындарда, жоғары оқу орындарда және жастармен жұмыс істейтін басқа да ұйымдар үшін электронды әдістемелік құралдарды әзірлеу және тарату. Әлеуметтік жоба әріптесі, серіктес деп айтамыз, Тұран-Инфо KZ ақпараттық агенттігі. Күтілетін нәтижелер статистикасы: байқауға қатысушылар саны кемінде 70.000 адам, ақпараттық қамтылу кемінде 500.000, жетістікке жеткен жастар саны кемінде 50. Бірінші міндет: ана тілін, ұлттық мәдени дәстүрлерді сақтау, өскелең ұрпақты халық мәдени дәстүрлеріне тәрбиелеу, бастамаларға бауру, ұлттық мақтаныш, азаматтық және патриотизмге тәрбиелеуге бағытталған адамгершілік және рухани құндылықтарды мәдениет құралдарымен қалыптастыру. Мәдениет саласында жас дарынды өз шыққан тегін ұлттық дерек көздерін білетін шығармашыл адамдарды қолдау. Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету. Сауда орталықтары мен қоғамдық көліктерде ұлттық домбыра күніне арналған нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра арналған жастар флешмобын ұйымдастыру. Жастардың халықтық дәстүрлер мен қолөнерге деген қызығушылығын дамыту. Әдет-ғұрыптар мен салт дәстүрлер, ұлттық мерекелер, халық шығармашылығы арқылы әр халықтың мәдениетіне қызығушылығын ояту. Бірінші міндетіміз. Іс-шаралар: орта білім беру ұйымдар арасында ұлы дара өркениеттері байқауын өткізу. Осы байқау аясында орта білім беру ұйымдары келесі іс-шаралар циклін өткізу керек. Ұлттың тілі, сол ұлттың жаны, жан дүниесі атты жастар мен қазыналы қарияларымызбен кездесу, онлайн емес офлайн форматта. Өйткені қазіргі эпидемиологиялық жағдайға байланысты біз осы екі форматтың біреуін таңдайтын боламыз. Екінші, тіл мәртебесі, ел мәртебесі қазақ тілінде эссе байқау. Ол онлайн. Бұны біз өздерінің әлеуметтік желілерінде немесе бізге
жіберілген өтініштер бойынша қарайтын боламыз. Үшінші, дөңгелек үстел отырысы мәдениет ұлттық өркендеу коды атты дөңгелек үстел отырысы өтетін болады. Төртінші, талант табиғаттан, талап өзінен кездесулер легін өткізу. Спикер ретінде шығармашыл тұлғалар тартылатын болады. Кездесу барысында шығармашыл тұлғалар жастарға өзінің шығармашылық жолдарын қалай өткенін айтып береді. Іс-шара онлайн режимде өтетін болады. Бесінші, көрме ұлттық өнер тәрбие көзі. Алтыншы, дәстүр мен ғұрып ұлттық дәстүрлерін насихаттау, театрландырған қойылым ұйымдастыру. Жетіншіден, орта білім беру ұйымдарының студенттер арасында нағыз қазақ емес нағыз қазақ домбыра акциясын өткізу. Акция барысында сауда орталықтары және қоғамдық орындарда нағыз қазақ емес нағыз қазақ домбыра тақырыбында флешмоб өтеді. Тіл, халық рухы атты ана тілімізде ақпараттық ресурстар мен әлеуметтік желілерде жарияланатын жарияланымдар дайындау, инфографика, бейнероликтер, мақалалар, жарнама әзірлеп жариялау. Тоғызыншы, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте атты ана тілін дамыту саласында ісімен белгілі беделді блогерлер, үкіметтік емес ұйымдар тарта отырып онлайн курсын өткізу. Келесі, 10-шы, жетістік тарихы жастарға дәріс өткізу. 11-шы, жетістікке жеткен жастардың портфолиосын құру. Жобаны іске асыру кезеңінде жетістікке жеткен жастардың портфолиосы құрылатын болады. 12-ші, байқау жеңімпаздарын марапаттау рәсімі ең көп оқушы қамтылған оқу орны жеңімпаз болып табылады. Бұл шара өткізудегі басты мақсат ана тілін, ұлттық және мәдени дәстүрлерді сақтауға үлес қосу. Екінші міндет пен шаралар. Тәттімбет, Құрманғазы, Жамбыл Жабаев, Дина Нұрпейісова және басқалар ұлы орындаушылар мен домбырашылар туралы бейне презентация. Бұл міндеті. Шарасы, қасиетті домбыра бейне таныстырымын өткізу. Осы бейне таныстырым аясында Тәттімбет, Құрманғазы, Жамбыл Жабаев, Дина Нұрпейісова, Нұрғызет Тілендиев туралы бейне таныстырым өтетін болады. Үшінші міндет. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына жетістік тарихы республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу. Мәдениет, ана тілін дамыту саласында іс-шараларды ісімен біргелету арқылы насихаттау және танымал ету, белгілі беделді блогерлер, үкімет емес ұйымдарды тарту, ақпарат ресурстары мен әлеуметтік желілерде жарияланымдар дайындау, республикалық ТВ, инфографика, бейнероликтер, мақалалар, жарнама әзірлеу. Бұл үшінші міндет. Өтетін шара Қазақстан Республикасының 30 жылдығына арналған жетістік тарихы республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу. Мазмұны жетістік тарихы бағыты бойынша жетістікке жетуші және оның ұстазы туралы мақалалар легін жарияланатын болады. Осы акция аясында видео шығады. Бұл видео жастарға қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпын білуге, патриоттық рухты оятуға мүмкіндік береді. Төртінші міндет, электронды әдістемелік құралды әзірлеу және тарату. Іс-шара білім беру жүйесін жұмыс істейтін мектептерде, орта арнаулы оқу орындарда, жоғары оқу орындарда және жастармен жұмыс істейтін басқа да ұйымдар үшін электронды әдістемелік құралды әзірлеу және тарату. Одан кейінгі талаптар осы жан-жақты іс-шаралар жоспарына сәйкес, шарт тараптарына сәйкес жоба нәтижелерін қорытынды жария тұсаукесер өткізу болды қазан айында. Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру бойынша ақпараттық жұмыс болған медиа жоспар құрылып, осы кемінде біздің жаңағы айтқан 17 регионның бәрін біз 4 айда қамтып шығамыз деп отырмыз. Сол үшін кемінде 2 материал жарық көреді деп біз жоспарлап отырмыз. Назарларыңызға барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Исламбек Тастанұлы, сізге рахмет жобамен таныстырғаныңызға. Жалпы бұрындар осыған ұқсас жобалар іске асырдыңыздар ма? Осы 2019 жылы біз осы АБХО-ның тапсырыс берілуімен біз 2 жоба жүзеге асырғанбыз. Оның толықтай сомасы 22 миллионнан астам болған еді. Бірінші жоба азаматтық бақылау 5 әлеуметтік бастамаға
қоғамдық мониторингін жүргізу деген бағдарламаға біз 18 миллион теңге жұмыс жасадық. Екіншісі, осы жастарды SMM-ге үйрету, жаңа инновация ақпараттандыру әдісін үйрету бойынша 4 миллионға біз іс-шараларды өткізген болатынбыз. Біз негізі жастар ұйымдары болғандықтан біздің басым бағытымыз осы соңғы 4-5 жыл болды өзгеріске енді біз қоғамдық бақылауға өте көп назар салдық. Жастармен былай айтқанда біздің осы мүшеліктегі жастар ұйымдары жұмыс жасап келеді. Соларға қолдау білдіріп тура осындай жобаны біз шыны керек ұрпақтар сабақтастығы деген ардагерлер ұйымын біз 2017-18-де бірге жүзеге асырдық. Өйткені ардагерлер ұйым жұмысын үйлестіру бойынша. Тура бұндай нелер жасаған жоқпыз жобаны. Түсінікті, рахмет. Ал бұлай Исламбек, бізде тағы сұрақтар келіп жатыр. Қазақстанның солтүстік облыстарында жұмыс жасайсыз ба дейді, осы жоба бойынша? Алла қаласа, Алла нәсіп етсе, әрбір облыстан өзіміздің серіктестерді құратын боламыз. Сол региондарда жаңағы айтылған іс-шаралардың бәрі өткізетін болады. Бізге өткен 70 мың адам қамтылу керек. Сол 70 мың адамды тек қана бір жерден емес, бүкіл республикадан қамтитын боламыз. Енді бір жерде көп болуы мүмкін, бір жерде аз болуы мүмкін, бірақтан біз 100% қамтимыз деген жоспарымыз бар, бүкіл регион. Екінші сұрақ сол біріншіге ұқсас. Солтүстікте қазақтар аз тұратын ауылда қандай жұмыс істейсіздер дейді, жоспарлап отырған шаралар? Оны енді сол серіктестермен бірге біз негізі сол жергілікті серіктестермен ақылдаса, сол біздің ана тіліміздің дамуы кенжелеп қалған сол мәселеге кішкене назар көп аударылмайтын ауылдарда өткізуге біз баса назар аударатын боламыз. Өйткені ол нәрсе, мысалы біз алысқа бармаққа осы Жамбыл облысы Қордай оқиғасы бүкіл әлемді шулатты. Қазақ пен дінген арасындағы одақтағы басты мәселенің бірі ол қазақ тіліне деген сый-құрмет, қазақ тілі ұлтына деген сый-құрмет мәселесінен үлкен кикілжің туындаған болатын. Гүлжан Жұмагулова деген кісі жазыпты. В Казахстане проживает более 120 наций. Вы будете ли проводить работу по популяризации культуры других наций, проживающих в нашей стране? Яғни бұл кісі айтып отыр, Қазақстанда 120... Түсіндім. Енді негізі осыдан біз 3 жыл бұрын біз мынау АНК дейміз, біз деген ортақ проект жасағанбыз. Ол проектіміз мынау басқа ұлттардың қазақ ұлтына еніп кеткен салт дәстүрлері бар. Мысалға әкелетін болсақ, ол салт дәстүр қандай? Мысалы, біз балан тұсаукесерін өткіземіз, балан тұсаукесері өтіп болғаннан кейін біз деген алдына 5 сат қоямыз, соның біреуін таңдап алады. Ол мысалы қазақтың салт дәстүрінде жоқ, ол Корей елінің салт дәстүрінен бізге келген салт дәстүр. Біз осы туралы, осы түрлі жағдайдың коллаборациясынан уақытымен өткен салт дәстүрлер туралы біз өзіміздің жаңағы 4-ші не өткіземіз кетіп қой, доклад. Сол докладты біз өзгерістер енген бойынша біз көрсетіп, сол туралы әстемелік құралда оны көрсететін боламыз. Жақсы, рахмет. Басқа бізге әзірге келіп түскен сұрақтар жоқ. Сіздерге өте бір жақсы жоба түсіп отыр, өте маңызы жоғары. Бұйыртса күтілетін нәтижелері ойдағыдай болады деп сенеміз. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Бізге сұрақтарыңыз болмаса, осымен таныстырылымды аяқтасақ. Естілмей қалдым, жақсылық. Сіздерге жобаны іске асыру бойынша сәттілік тілейміз. Рахмет. Өте маңызды жоба. Үлкен жақсы нәтижелер күтеміз. Егер бізге сұрақтарыңыз болмаса, таныстырылымды аяқтасақ. Сіздермен сұрақты жұмыс процесінде атқаратын боламыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.